адамдарда базовый қажеттілік деген нәрсе бар да. Мысалы үшін базовый қажеттілік деген не? Ол сенің басыңда баспанаң болу, сен өзіңді қауіпсіз сезінуің, ішетін тамағың болуы, ертең ішетін тамағың болуы, и жылы төсегің, таза суыңның болуы. Базовый қажеттілік осы. Адам тірі тұру үшін оған өміріне керекті базовый қажеттіліктер осы. Яғни ол ақшаға келіп тіреледі. И біз көбінесе курстарға, осындай даму сабақтарына келетін адамдардың көбісі осылай ақша деген мәселе жөнінде келеді. Менің әрбір екінші клиентім қазір қарыз деген темамен келіп жатыр. Қарыз деген теманың енді қатты өршіп тұрғанын мен өзімнің клиенттерімнен білем. Кәдімгі терапияға келген екі кісінің біреуі қарыз, даже кейде екі кісінің екеуі қарыз болады. Қарыз темасында саудада жүреді, үлкен қарызға кіріп кетеді, 20 миллион, 30 миллион, немесе алданып қалады. Яғни басындағы қарызының бір тиыны өзінің ешқандай базовый қажеттілігін жаппаған, өзінің ешқандай бір тиын да сол жаңағыдай өзіне пайда әкелмеген біреудің қарызы, алданып қалған қарыз, немесе жаңағыдай бизнес бастайды да сәтсіз жасап жібереді бизнесті. Сондай қарыздар жиналып, қазір сол қарызынан құтыла алмай жүрген адамдар өте көп. Мынандай сұрақ туындайды ғой, неге адамдар қарызда деген. Ол енді біз айтамыз, сіз қанша қарызсыз, сонша потенциалыңыз бар деген сияқты жұбату сөздер деп айтамыз. Но шынымен де солай, точка роста всегда через боль. Егер де адам қарызда жүрсе, значит ол бұйырса боль арқылы ол өседі. Любой өмірге келген ситуация маған нені үйретіп жатыр, мені не нәрсеге дайындап жатыр, маған не үйретіп жатыр, қандай сабақ алуым керек деп ойлану керек. Біз боль деген нәрсемен бетпе-бет келген кезде одан қашамыз. Қашқан кезде біз оны көбейтіп алады екенбіз. Яғни тартылыс заңы бар, және де итеріліс заңы деген де бар. Тартылыс заңы қалай жұмыс жасайды? Біз нені көп энергияны қайда жұмсаймыз, сол жақты біз көбейте береміз, ұлғайта береміз. Яғни өмірге сол ситуацияны қайталап тарта береміз. Енді қарыздағы адам жатса тұрса ойлайтыны қарыз, кредит, қалай төлеймін кредитті, қалай жабам деген сияқты нәрсені ойлайды. Сөйтеді да ол қарыз кредитті көбейтіп алады, солай ауыртпалығын көбейтеді, мөлшерін көбейтеді, последствия дейді ғой, салдарын көбейтеді, сондай неприятный, негативный салдарын көбейтеді. Неге сызық мынандай? Сөйтіп, қазір мен кәсіпте жүрген, инстаграмда бәрін күштетіп көрсетіп жүрген адамдардың көбісі қарызда жүр негізі ше. 10 мың теңге медитация алғым келіп жүр, бірақ сабақ алып оқымай қоямын ба деп жүрмін. Медитация 10 мың теңге, 15 мың теңгелік медитацияларда сабақ жоқ. Мен қазір сабақ көп сатып жүрген жоқпын, білесіздер, менде сабақ жоқ. Мен сабақтың барлығын ютубқа салам, контент ретінде инстаграмға рилс қылып салам, қысқа. Өйткені мен білем, адамдардың сабақ оқымайтын, теория оқымайтындығын білем. Сондықтан бірыңғай практикаларды ұсынып жүрмін. Қандай практикалар болса, медитативный терапиялар. Медитацияның түрлері менде өте көп, әртүрлі бағытта, әртүрлі сала бойынша, әртүрлі сезім мүшелеріне әсер ететін деген сияқты. Ал теория, сабақ, ол ChatGPT-мен де оқуға болады. Қазір 1045 кітап бар, күшті кітаптар шығып жатыр. Кітаптан оқып алуға болады, рилстан қарап алуға болады. Тағы не бар? Ютубқа кірсеңіз сабақ, теория мынадан. Соның бәрін оқып алуға болады. Ал бізге нәтижелі практика керек. Нәтижелі практика қолжетімді. Менің 10-15 мың теңгелік медитацияларым бар. Дәл қазір 8 медитациядан тұратын менің пакетім бар, медитациялар пакеті. Оның ішінде терапиялық да медитациялар бар, расслабляющий медитация бар, рухани медитация бар, квантовая физика, Джо Диспензаның әдісі бойынша жасалған медитациялар, эриксоновский гипноз бар. Яғни медитация деген, мен сөйлеп тұрам, мен сіздің миыңызға кәдімгідей айтып тұрам. Сіз просто тыңдап отырасыз, болды. Ары қарай менің даусым, музыка, сол жердегі информация өзі жұмысын атқарады. Біз терапияға қатысқан кезде, терапиядан өткеннен кейін маған менің психологым бүйтіп айтады: міндетті түрде үйге барып ұйықта дейді да. Ұйықтауға тырыс, көбірек ұйықтауға тырыс дейді терапиядан кейін. Неге деп сұраған кезде, сенің бейсанаң ұйқыда да әрі қарай осы терапиядан алған информацияны қорытып, өзі жасай береді дейді. Яғни біз терапияда
андай бүйтіп тұрмын да әдемі болып қалған ТикТокта. ТикТокта адам көбейіп жатыр, 76 адам отыр. Ура! Всем привет! Менің атым Айнара Байжан. Мен кәсіби психологпын, халықаралық сертификат алған коучпын. Блог жүргіземін, инстаграмға жазып қойсаңыздар болады. Инстаграмда жүргеніме 13 жыл болды. Бірақ қазір эфирге шықсам 26 адам отыр. Где мои преданные подписчики деп ойлап қоямын осындай кезде. Ну ладно. Енді қараңыздар, 10-15 мың теңгелік менің медитациялар пакетім бар ғой, әртүрлі бағытта медитация. Қазір медитация деген индустрия дейміз ба, дамып жатыр. 8-ді медитациялар бар, гипноз сеанстар бар. Гипноз сеанстар, мен жақында гипнотерапия, кімнің Павлов деген мықты кісі бар, ресейлік гипнотерапия мектебінің негізін қалаушы. Соның кім деген ученигі бар, соның университетінің басшыларының бірі, профессорлар, Геннадий Иванов деген. Сол Астанаға келді, мен соның сабағына қатыстым. Қазірде сабақ жүріп жатыр, қазірде мен соның оқушысы болып оқып жатыр. Сол кісі айтады, транс деген күйде адамның жаңағыдай гормондар жұмыс істеп тұрады ғой бізде постоянно. Транс деген күйге түскен кезде бізден эндорфин деген гормондар атқылайды екен. Ол счастье гормон, гормон счастье. Дофамин қуаныш гормоны ғой, ал эндорфин бақыт гормоны. Сол бақыт гормоны бізден атқылаған кезде біз жақсы күй аламыз. И транс медитациялардың негізгі мақсаты осы біздің эндорфин гормонымызды көбейтіп, бізді бақытты күйге түсіру. Адамдар барлық нәрсе не үшін жасайды? Мысалы, мен сағатты алам, әдемішілік үшін алды деп ойлайсыздар ма? Сағатты мен не үшін алдым? Мен состояние үшін алдым. Маған бір жақ белгілі бір состояние сыйлайды. Мен загранпаспортым, кеше виза алдым. Неге Еуропаға? Мынандай нелерім бар, саяхаттарым бар. Бұл саяхаттарға мен не үшін бардым? Мен инстаграмға жаңағыдай подписчиктеріме мен саяхатқа бардым деп көрсету үшін бардым ба? Жоқ, мен состояние іздеп бардым. Яғни бұл өмірде адам не нәрсе жасаса да состояние үшін жасайды. Состояние, үй аласыз ба, сіз қауіпсіздік деген состояниеңіз үшін, сезіміңіз үшін аласыз ол үйді. Жұрттан ұятты деп алмайсыз ғой үйді. Өзіңіздің состояниеңіз үшін аласыз, я? Киім аласыз. Ой, жұрттан ұятты түрім нормально жүрсін деп алмайсыз. Сіз состоянием жақсы болсын деп аласыз. Тағы не бар? Отпуск келді ма, жұмыс істейсіз, жыл 12 ай жұмыс істейсіз, отпуск келді ма, сол отпускте үйде жатып демалайыншы демейсіз ғой, сіз состояние іздеп бір жаққа барасыз, санаторийға барасыз, Алматы Астанаға барасыз, шетелге қыдырасыз деген сияқты состояние іздеп жүрсіз. Всему голова негізі состояние. Егер сіз состояниеңізді жақсартып алсаңыз, онда сіздің әрекеттеріңіз айқын болады, сіз не қалайтыныңызды білесіз деген сияқты. Сондықтан біз курс сатып алған кезде состояние іздейміз. Кеше маған бір жеке консультацияға бір кісі келді. Өте көп курс алған, миллиондар, 2 миллиондар. Істедіңіз бе бәрін десем, істей алған жоқпын дейді. До конца істемеген. Неге адамдар істемейді до конца? Өйткені бірден нәтиже күтеді. Енді бірден нәтиже күту деген барлық адамға берілген ол табиғи сезім. Табиғи процесс. Бір нәрсе істесек, біз нәтиже күтеміз, а біздің миымыз сразу нәтижені алғысы келеді екен. И сразу нәтиже еш жерде жоқ қой, и сосын қош деп тастап кете салады. Мысалы үшін, мен ағылшын тілін оқимын, ағылшын тілін сразу сөйлеп кетейінші деп бастасам мен уже бір аптадан кейін ағылшын бетін аша алмай қаламын. Өйткені менің миым ағылшын тілін сразу сөйлеп кеткен жоқ. Ана кісіге ақша берді, бірінші сабақ, екінші сабақ өттік, вообще үйрене алмады, сөйлеп кете алған жоқ. И менің миым не істейді? Енді ағылшын тілі сабақ болайын деп жатқан кезде жарты сағаттан кейін босаймын, ертең өтейікші, бүгін шаршап тұрмын деген сияқты түрлі сылтауларды тауып береді. Сондықтан да біздің мимен келісімге отыруымыз керек. Миымыз біздің айтқанымызды орындайды. Ми көнбіз. Кеше мен рилс салдым. Это не я, ты где деп дауыс естіледі. Сен это не яны естейінші десең, сен солай миыңа программа берсең, это не яны естейсің. Ты где деп естейінші десең, ты где-ні естейсің. Тағы да сондай видеолар көп қой, коронавирус, каннилингус дей ма? Сондай нәрсені Корнелиус, коронавирус дейді. Соны бір адам екі түрлі сөз айтып тұр да, бірақ кім нені естігісі келеді, соны естиді.
И сондай кеше ты где дейді. И это не я. Біреулер айтады, мен это не ядан басқа сөз естіп жатқан жоқпын дейді. Это не я. Біреулер айтады, ты гдеден басқа сөз естіп жатқан жоқ. А біреу айтады, мен қайсысын естігім келеді, соны естіп жатырмын. Мен де қайсысын естігім келеді, соны естіп жатырмын. Это значит, әр адамның миы әртүрлі. Бірақ барлығымыздың миымыздың бір ғана қызметі бар, ол бізді сақтау. Ол біздің өліп қалмауымызды қамтамасыз ету. Ол бізге қауіпсіздік энергиямызды лишний жаққа жақпауға, лишний жұмсамауға біздің энергиямызды үнемдейді. И жаңағы ағылшын тілін оқыған кезде біз сразу сөйлеп кетпесек, ол келесіде біздің миымыз сопротивление болады. Ол неге? Өйткені біздің миымыздың несі, басты мақсаты, басты функциясы бізді қауіпсіздікте сақтау, біздің энергиямызды үнемдеу. И сразу ағылшын тілінде сөйлеп кетпегеннен кейін, мынаның энергиясы айдалаға кетіп жатыр екен деп ойлайды да, келесіде бірден солай қарсы тұрады өзімізге, өзіміздің әрекеттерімізге. Сол сияқты мысалы спортзалға барып, сразу андай мынандай рельеф дейді ғой, мышцалар қатайып, рельефтер шығып кеткенін күтеді да, сразу бір айда. Ал ол сразу болмағаннан кейін біздің миымыз уже тастап кетеді оны. Тастап кетеді сразу болмағаннан кейін. Сол сияқты жаңа похудение, шай, тағы не бар, сондай нәрселердің барлығын бастаған кезде, мысалы қаншама кітап сатып алады адамдар оқимын деп. Оққан кезде, оқып, осыны түсінігін алам, инсайтын алам, өмірімді пайдаланам дейді. И оқыған кезде сразу қызықты, сразу инсайт болып кетпейді ғой, ешбір кітап бірінші бетінен. И ол соны алмағаннан кейін миымыз біздің уже ары қарай ана кітапты оқытқызбайды. Солай кітап сөресінде кітаптар әдемі болып жинала береді. Өйткені біздің миымыздың ең басты мақсаты бізді қауіпсіздікте сақтау, біздің энергиямызды үнемдеу. Нәтиже бермейтін нәрсенің барлығы пустая трата денег. И біз миға айтуымыз керек, есть атомные привычки. Майда-майда әрекеттер жиналып бұрқ етіп результат береді дегенді. Сондықтан результатқа қатты байланбау керек, результатқа ниет етеміз, мен всегда айтамын, результатқа ниет етеміз, бірақ результатқа байлану, нәтижені күту, ол бізді состояние деп айтып жатырмын ғой бағанан бері. Состояниені дефицит деген күйге түсіріп жібереді. Дефицит деген жоқшылық күйі. Егер біз нәтиже күтетін болсақ, белгілі бір курсқа барып нәтиже күтетін болсақ, сол нәтижені күту деген состояние бізді жаңағыдай дефицит состояние түсіреді. Ал дефицит состояниені біз вселенная дейміз ғой, айналамызға, әлемге біз таратсақ, біз соны қайталап аламыз өзімізге, соны жинап аламыз қайтадан. Біз не нәрсені әлемге таратамыз, әлем соны бізге қайтарып береді. Потому что квантовое поле әркез жұмыс істейді. Сен ұйықтап жатсаң да жұмыс істейді. И сен өзіңнің энергияңмен, состояниеңмен қандай сигнал жібересің, сол сигналды жағдай түрінде квантовое поле бізге қайтарады. Мұны трансерфинг реальности жазды, мұны Джо Диспенза постоянно айтады. Сондықтан да біз өзіміздің жоғарғы жиілікте тербелуімізге өзіміз ғана жағдай жасаймыз. Мысалы үшін үнемі шағым айтып жүретін адамдар, шағым айтқызатын ситуацияларды одан сайын тартады өміріне. Қалаған нәрсені елестету бар сияқты сезіну керек дейсіз, бірақ та қатты қалаған нәрсе алшақтау мүмкін дедіңіз. Соны түсіндіріп бересіз ба? Жоқ, екеу түрлі нәрсе. Қалаған нәрсені елестету. Біздің түп санамыз үш нәрсені түсінеді. Образ, екіншісі әрекет, үшіншісі сезім. Ең маңыздысы біздің миымыз үшін образ. И қалаған нәрсені елестеткен кезде, воображениемді қосып, елестеткен кезде біз миымызға сигнал береміз. Сол нәрсе бізге қажет екендігін. Енді ол просто образ түрінде қалып кетпес үшін оны тән арқылы сездіреміз. Біздің бейсанамыз миымызда емес, біздің тәнімізде. Тән арқылы сездірген кезде, жаңағы образымызды, как будто біздің өмірімізге келген сияқты сездірген кезде, ол уже бізді в нужное время, нужном месте оказаться деп айтады орыстар. Сондай мүмкіндіктерді алдымызға шашады. Сондай жағдайлар өмірге келеді, мүмкіндіктер. Сіз оны көре бастайсыз, яғни әрекет етіп бастайсыз. Өйткені бейсана қажетті сигналды алды. Ал енді алшақтау деген нәрсе бар емес па? Сіз күресесіз ғой, сіз дефицит состояние, менде сол жоқ. Сол нәрсені көп айтасыз ғой, менде сол жоқ. Сіз елестетпейсіз, сезінбейсіз, менде бар деп шүкірлік халіне өтпейсіз. Просто сіз белдің бәріне айналаңыз адамдарда, менде қарыз көп, менде табыс жоқ, табысым қашан өсер екен, жұрт деген үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр, менде ол болмай жатыр, бизнес бастадым, болмай жатыр деп сіз көп күрессеңіз, сол жоқ нәрсемен сіз көп күрессеңіз, яғни көп шағым айтсаңыз, сіз сол нәрсені шақырасыз өміріңізге. Екеуі түрлі нәрсе.
Алшақтату, сіз онымен күрессеңіз болады. Сіз қалайтын нәрсе сізде жоқ қой, сіз соған жоқтыққа мән берсеңіз, сіз не нәрсеге көбірек энергияңызды бересіз, сол нәрсені өміріңізге тартасыз. Квантовая физикада суперпозиция деген ұғым бар, бақылаушы назары. Мысалы үшін, менің денемде түрлі процесстер болып жатыр. Завод сияқты, завод сияқты. Мен даже миыма келмейтін процесстер болып жатыр. Мысалы, қан айналып жатыр, бүйрек безі бір бәлес деп жатыр, надпочечники дейді, бауыр фильтр жасап жатыр, ас қорытылып жатыр, маған энергия беріп жатыр. То есть терім обновление жасап, клеткалар жаңарып жатыр, жыл қосылған сайын денем қартайып жатыр, ойлар келіп жатыр, кетіп жатыр, сезімдер келіп жатыр, кетіп жатыр. Мен жаңа бір 10 минут бұрын басқа сезім сезінсем, қазір басқа сезім сезініп отырмын, сөз сөйленіп жатыр, барлық нәрсе менде болып жатыр, И осы кімде болып жатыр? Менде болып жатыр. И осы менде болып жатыр ғой, Айнарада болып жатыр. И мен соны бүйтіп бақылаушы назары деген суперпозиция ұғымы, сол бақылап тұрған адамды бақыла. Осы процестің барлығы кімнің басында, кімнің ішінде, кімде болып жатыр? Айнарада болып жатыр, сол Айнараны жоғарыдан бақыла. Жоғарғы мен деген осы. И жоғарғы мен тапқан адам реальностьтін басқарады деп айтады ғой. Енді осы сабақтар, осы медитациялар бірте-бірте әсте осы күйге бізді жеткізеді, жоғарғы менді табу. Жоғарғы менді табу үшін мынандай эксперимент шығып жатыр екен, қасықты бүйтіп майыстыратын, қасықты майыстыратын эксперимент. Рилс шығып жатыр ғой. Адам просто бүйтіп темір қасықты бүйтіп майыстырса, ол майыспайды. Сосын терең тыныс алады, мына жеріне бүкіл вниманиесін жинайды, ойша, жаңағы визуализациямен, сезіммен назарын мына жерге жинайды, сөйтеді, назарын мына жерге көтереді. Біздің басымыздың үстінде 20 сантиметр жоғары жерде біздің 8-ші энергия орталық орналасқан. 8-ші энергия орталық біздің космоспен байланысымыз деп айтады Джо Диспенза. Мына жерде 3-й глаз, 7-ші чакра, 7-ші энергия орталық, и 20 сантиметрден жоғары бізде 8-ші энергия орталық. Осы 8-ші энергия орталыққа жетесіз, осы точкадан сіз өзіңізді бақылайсыз. Не ойлап жатыр Айнара, не сезіп жатыр, не болып жатыр ода, қалай болып жатыр деп бақылаушыны бақыла, наблюдателя. Жоқ, наблюдать за наблюдаемым. Орысша солай үшін. Мен тұрмыстамын, 3 балам бар. Тиктоктағы жандарға айтып жатырмын. Мені танымайтын аудитория қарап отыр дәл қазір. Осы эфирді жасайықшы дейді. Нені жасайық? Нені жасаймыз? Медитация жасайықшы дейді. Қалай қалаған жұмысқа тұруға болады? Удачно. Қазір техника айтам. После медитации ұйқым келіп ұйықтап кетемін. Даже медитация кезінде кейбір айтып жатқан сөздерді естімей қаламын, ұйқым келеді. Медитация кезінде ұйықтап қалу норма. Транс медитация кезінде ұйықтау вообще шикарно. Вообще медитацияның ең бірінші әсері қалай білінеді? Ең бірінші әсері, сіз ұйқыдан, кәдімгі ұйықтап тұрған адам сияқты оянасыз. Даже просто ұйықтап тұрған адам сияқты емес, кәдімгідей тынығып, бір андай болады ғой, бір терең ұйқыда, бір бүкіл тұла бойыңызбен тынығып ұйықтап алғандай сезімде боласыз. Екіншісі, сіздің фоновый сезім бар адамда, сезім бар. Сезім үнемі фонда тұратын сезім бар. И әр кезде эмоция, сезім мен эмоция екі түрлі негізі. Сезім деген үнемі бізде фонда бір сезім тұрады. Фоновый ше. Ол тойға барсаң да тұрады, ол үйге келсең де тұрады, ол ұйықтасаң да сол сезім тұрады. Көп адамда дәл қазіргі уақытта тревожность сезімі. Кейбір адамдарда уайым, кейбір адамдарда қарызда жүрген адамдарда қорқыныш деген сияқты. Ал эмоция деген, мысалы қазір келіп маған біреу жаман сөз айтса, мен ашуланып, агрессиям шығады. Ол эмоция. Немесе қазір мен бір рилс көрем, ол рилстан жүрегім елжіреп жылаймын. Ол менің эмоциям, сол сәттегі. Эмоция деген қысқа импульспен сол сәтте шығатын, біздің кеудемізден шығатын эмоция. Ал сезім деген постоянно бізде фоново тұрады. Енді медитация жасайтын адамның фонда тұратын сезімі жайлылық, тұрақтылық, сенім, тотальное доверие, Құдайға шексіз сенім деген сияқты сезімдер.
мына фонда тұратын. Енді әр адам әртүрлі балалық шақты көрді. Психология жағынан айтатын болсақ, адамда балалық шақ болмаса, барлық адамдар бақытты болар еді дейді. Травма деген ол сенің мама папаңның сені жақсы көрмеу, жаңа сені ұру емес. Травма деген сенің миыңның кішкентай кезінде өзгерген нұсқасы. Барлық адамның миы бұл әлемге сау болып келеді. 86 миллиард нейронмен келеді бұл өмірге ше. Бәріміздің миымыз Құдайдың шебер жаратылысы. Ол жерде воображать алу деген қабілет бәрін сол мидың ішіне Құдай өзі салып берген. Не бір түрлі нейрондық жолдарды салып берген. Миллиард, даже біз аспандағы жұлдыздардан көп дейді адамның миындағы нейронды байланыстар. Енді нейронды байланыстар арқылы біз тіл меңгереміз, кез келген жаста новый нәрсе үйренеміз, кез келген кәсіпті меңгереміз, қиын нәрсенің барлығын ми арқылы меңгереміз да. Не себепті адамдар осы нәрсені үйрене алмайды. Мысалы, мен көлік айдауға 4 жыл попытка жасадым, биыл отырдым. Ағылшын тілін өмір бойы попытка жасап келаттым ағылшын тілін оқуға ше. Даже мен есімде 6-7 класста мен жеңгем, нағашы жеңгем Аралда жалғыз ба білмеймін. Әйтеуір Аралдағы ең мықты ағылшын тілінің мұғалімі. Соның курстарына барам. Сол 6 класс. Бірақ мен анау to be етістік бар ғой, is, are, it дегенше. Жоқ, қалай еді to be етістік. Is, are, a. Сол етістікті мен 35 жасыма келіп, қазір түсініп жатырмын да. Қазір түсініп жатырмын. И оны қалай пайдалану керектігін қазір түсініп жатырмын. Present simple деген нәрселерді 35 жасыма келіп түсініп жатырмын. Қазір айтамын, медитация кезінде ештеңке сезінбейтін дерді қазір айтамын. Қазір сезініп жатырмын. Көлікті мен қазір үйреніп кеттім. Өйткені мен өзімнің сезімдерімді өзім басқара аламын. Өйткені менің фондағы сезім өзгерді. Менде үнемі фоновый сезім қорқыныш болатын баяғыда ше. Мен өзім өте қорқақ болып өстім. Кішкентай кезімнен мен танитын адамдар осы жерде отқан болса, мені біледі қандай қорқақ адам екендігімді. Оған не себеп болғанын да білем. Мен очень қорқам. Мен әлем қауіпті деген менің бейсаналық қорқынышым бар. Сондай әлем қауіпті деген ішіндегі бейсаналық қорқынышы бар. Фонда всегда тревога деген сезімі фонда тұратын адамдар ешқашанда рөлде нормально отыра алмайды. Самолетте қорықпай ұша алмайды. Новый нәрсе ұзақ меңгереді деген сияқты. Неге? Өйткені оның энергиясының барлығы миындағы нейрондар көп. Барлық адамдық, сау адамдық сияқты. Бірақ оның энергиясының барлығы, назары фондағы сезімге кетіп жатыр. Біздің энергия арқылы жасаймыз барлық нәрсені. И энергиямыздың барлығы жаңағы мынау өліп қалмасын. Мына әлем қауіпті әлемде мынау өз-өзін жоғалтып алмасын деп бүкіл энергияны соған бізге мына ой жіберіп тұрады, қауіпсіздікте ұстауға тырысып тұрады. Сондықтан да мен не ағылшын тілін оқимын, қаншама ақша беріп, оқымайыма қонбайды. Қаншама жыл менің баяғы оқырмандарым біледі, жыл сайын жазда мен автошколада жүрем. Биыл ғана мен отырдым рөлге кәдімгідей ше. Аллаға шүкір деймін енді. Жақсылықтың ерте-кеші жоқ. И қорқыныш жеңу осылай үнемі өзіңнің сезімдеріңді жұмыс істеумен, өзіңді танумен іске асады. Үй жоқ болса қауіпсіздік сезімі қалай сезінемін? Үй жоқ, базовый қажеттілік жоқ болған кезде адам потенциалын аша алмайды, қауіпсіздік сезімін сезе алмайды. Енді қауіпсіздік деген базовый сезім адам дүниеге келген кезде анасы арқылы берілетін сезім. Ата-анасы кез келген балаға базовый үш сезімді береді. Біріншісі қауіпсіздік, екіншісі любовь, махаббат, үшіншісі внимание. Осы үш сезімді алған адам үйі болса да, үйі болмаса да қауіпсіздік деген сезімді олар сезіне алады. Аяғынан нық тұрады, опорасын сезеді деген сияқты. Бірақ та өкінішке орай көп адам осыны алмайды. Оған біздің ата-аналарымыз кінәлі емес. Ол ата-аналарымыз да алмаған ол сезімдерді. Мысал үшін, біз 90 жылдардың балаларымыз, 90 жылдары қатты выживание күй болды. Көп ата-ана пойызға шығып зат сатып кетті сол кезде менің есімде. Өйткені бала-шағаны асырау керек болды. Елде вообще ақша болған жоқ сол жылдары. Тірі қалу үшін, бала-шаған тамағын табу үшін көп ата-ана үйінде болған жоқ. Саудаға шықты, жаңағыдай пойызда зат сатты деген сияқты. И кішкентай балалар үйде бірін-бірі бағып қалды.
шиеттей бала шаға үйде бірін бірі бақты. Олар өмірге енді келіп жатқан адамның, Зигмунд Фрейд айтады, 12 жасқа дейін бүкіл сезімдер алынған, өмірде ата-анадан алынған, қоғамнан алған, көршілер, қоғам деген енді социум, көршілер, класстастар, апайлар ғой, солардан алған сезімдер барлығы біздің ішімізге ішкі настройкамыз жасап қояды өмір бойына. И сол жерде қауіпсіздік деген сезім болмаса, сен тірегің болмайды ішіңде. Жаңағыдай біз қалай біз ата-анамызды кінәлай аламыз, егер олар біздің өліп қалмасын, мыналар киім кисін, тамақ ішсін деп біздің қамымыз үшін сауда жасап бізге жаңағыдай қауіпсіздік сезімін бере алмай, бірақ та біздің тамағымызды тауып беріп отқаннан кейін біз оларды еш кінәлай алмаймыз. Олардың біздің ата-анамыздың ата-аналары 40-шы 30-шы жыл туылған біздің ата-әжелеріміз, олар вообще неден кейін, соғыстан кейінгі ұрпақ, оларда вообще дефицит, қауіпсіздік сезім деген атымен жоқ оларда. Өзінде жоқ сезімді баласына бере алмайды. Қауіпсіздік деген біздің әлемде екі аяғымызбен нық тұруымызға көмектесетін ең базовый сезім. Әлем қауіпсіз деген сенім дейді, установка дейді, сезім деген тұла боймен сезіледі. Оймен емес, денемен сезіледі. Өйткені подсознание живет в теле. И сол сезім сезілмесе, адам үнемі энергиясын барлығын сол абайлайыншы деген саналы түрде оны біз түсіне алмаймыз. Бейсаналы сондай процестерге кетіп жатады. И ол қауіпсіздік сезімін біз қазір ересекпіз ғой, мен 35 жастағы ересек Айнарамын. Менің бір бұрышта тығылып, жылап отырған, қорқып отырған, мына әлем қауіпсіз деп отырған, қауіпті деп отырған кішкентай Айнараны тауып алады да, сол Айнарамен жұмыс жасайды. Оған қауіпсіздікті береді. Мен ересек Айнара саған бере аламын. И мен не себепті әлем мен үшін қауіпті болды, білесіздер ме? Мен кішкентай кезімде әртүрлі туысқандарым үйінде қалатынмын. Мен мама папам командировкаға кететін да. Алматыға, Қызылордаға деген сияқты біз аралда болдық. Әртүрлі туыс, бірсе нағашым, бір апта 10 күн, бірсе папа жақтың туысқандарын, андай қатты жақын туыс емес, андай алыс туысқандардың үйлерінде болатын да. И ол үйде адамдар мені қорқытатын. Андай мен сол есімдеші, бә деп кәдімгідей қорқытатын, мен содан қатты үркейтін, денеммен шошитын да. И ол сезім менде бар. Әлем қауіпсіз, әлем қауіпті. И мен кімнің Вадим Зеландтың кітабын оқыған кезде маған қатты нетті да, Вадим Зеландтың дұғасы бар ғой, я забочусь о своем мире, мой мир заботится обо мне дегенше, мой мир обо всем позаботится, все устроит деген. Сол дұғасын мен көп айтатынмын. Сол мен білемін ғой, что мен қорқақ екенмін, әлем қауіпті екендігін. Сол қауіпсіздік деген сезімді орнату үшін мен сол дұғаны көп айттым. 3 жыл психологпен проработка жасадым, медитациялар. Өзімді осы сәтке әкеле беремін, осы сәтке әкелемін, осы сәтте қауіпсіз, осы сәтте өмір бар, Алла тағала осы сәтте менің демімде деген сияқты түсініктерді өте көп өзіме настроить етіп, өзімді соған настроить етіп, солай мен өзімді мына әлем қауіпсіз екендігіне сендіре алдым да. Көлікке де отырып кеттім, спокойно самолетке де отырып кеттім, спокойно ағылшын тілін де меңгеріп жатырмын деген сияқты. Сондықтан адам өз-өзімен жұмыс істеген кезде қауіпсіздікті сезіне алады. Одан кейін махаббат, жаңағыдай внимание деген екі дефицит сезім бар ғой, ала алмаған. Негізі алыну керек еді, әрбір адам алу керек еді, бірақ ол белгілі бір себептермен немесе белгісіз себептермен алынбай қалса, онда біз қазір ересек күймен, осознанный күймен өзімізге, кішкентай өзімізге бере аламыз. Ол үшін балалық шақтағы травмаларды емдеу деген терапиялық медитациялар бар. Мысалы, әлемде ең сложный клиенттермен жұмыс істейтін Мариса Пир деген 70-тен асқан өте күшті психотерапевт бар, Англияда тұрады. Оның клиенттері ең тяжелый клиенттер, жаңағы рок-звездалар, футболисттер, королевская семьяның тұқымдары деген сияқты ұрпақтары, адамдары, балалары, солармен жұмыс жасайды да. И ол оның методы сол көзіңді жұм, гипносеанс, гипнотерапия, көзіңді жұм. Қазір мен санайын, сен әр санаған сайын баспалдақтасың, сол баспалдақтан төмен түсіп, сен бейсанаңның түбіне түсеміз деп. Сондай да оның терапиясының барлығы. 10, сен баспалдақта тұрсың, 8, 7, 6, 5, 1, сен түстің дейді да. И алдында біз гипнотерапияны оқыған кезде тоже қазір мен осылай деп айтам, сен ұйықтайсың, өйтіп айтам, сен веки склеены, веки не открываются, деп тоқтамай сөйлейді, спать деп айқайлап жүреді, деп ұйықтап қалады ше.
мен оны өзім практикамда әлі қолданбаймын, менің оған әлі білімім аз деп ойлаймын. Мен өте көп машық, өте көп теория, өте көп практикасына өткеннен кейін ғана барып менің өзімнің қолданысыма енгіземін кез келген терапияны, кез келген әдіс тәсілді. Сөйтіп спайт дегеннен кейін біз кәдімгідей триггер деп айтады ғой. Триггер болған, қазір мысалы сенде ақша жоқ па, ақша жоқтығына себеп болатын бір триггер оқиға бар. Осы күнге дейінгі бір өміріңде өткен, көбінесе ол балалық шақтан. Сіздер триггер деген сериалды көрген болсаңыздар, психотерапевттің қалай терапия жүргізетіндігі туралы триггер деген российский сериал бар. И сол алдына келген артық салмақпен де келеді адамдар, махаббатпен, изменамен, кредитпен, түрлі мәселемен алдына келеді, и ол триггер табады. Триггерді тапқан кезде ол анау қатты неге түсіреді, гипнозға мынандай расслабленный күйге түсірмейді, керісінше напряжениеге түсіреді, керісінше триггерін оятады, қана нервысына тиеді ше, былайша қарапайым сөзбен айтқан кезде сөйтіп нервысына тиіп барған кезде ана балалық шағы сырт етіп есіне түседі ғой, ұмытып қалған нәрселер есіне түседі ана клиенттің ше. Енді ол көркем фильм болғаннан кейін оны утрированно көрсетеді ғой, ал бізде балалық шақ деген кезде мен балалық шағым идеально өтті дейді да, бірақ ол домогательство болған балалық шағында ұмытып қалады. Өйткені біздің психиканың защитный механизмі бар, қауіпсіз болу үшін бізде кейбір ауыр эмоциялық соққысы бар оқиғаларды ұмыттырып жібереді. Солай адамдар көбінесе не помнят свое детство. Определенный бір нелерді, возрасттардағы нәрселер вообще есінде жоқ, өйткені ол жастарда, ол жасында бір ауыр эмоциялық соққы болған, содан адам, оның психикасы оны ұмыттырып жібереді просто. Бір адам өмірімде болмайды деп ойласам, пусто, мәні кетіп қалатындай құлазу дұрыс емес қоя. Бір адам өмірімде болмайды деп ойласам, пусто, мәні кетіп қалатындай құлазу дұрыс емес қоя. Сұрағыңыз түсінбедім. Әлім екенсіз ба? Менің руым қырғыз. To be, am, is, are. Дұрыс айтасыз. Қызметке тұру үшін техника айтыңызшы дейді. Страх постоянной ссоры дейді. Деструктивті семьяда өскен адамдар өте тревожный болады. Деструктивті семья дегенне кішкентай кезінде өскен үйінде өте көп ұрыс-керіс болған. Там ағайын туыс бір-бірімен ұрысқан болса, мама папа бір-бірімен ұрысқан болса, мама мен оның енесі бір-бірімен ұрысқан болса деген сияқты өте көп ұрыс көрген отбасы, деструктивті отбасында өскен адам болып есептелінеді. Ол адамдар фоновый тревога сезімде жүреді, неше жасқа келсе де, 50-60 жасқа келсе де. Жұмысқа тұруға техника айт дейді. Так, қай техниканы айтсам болады? Кімнің? Джо Диспензаның мынадай техникасы бар, ол қызына солай жасатқан. Қызы Еуропаның бірнеше қаласына именно тегін, енді Джо Диспензада ақша жоқ деп ойламаймыз ғой. Қызының сондай арманы бар, тегін Европаны аралап келсем деген. И оны неге шақырады? Вожатый қылып, Еуропаның бір лагерлеріне вожатый қылып сондай шақырады. И ол қандай техника берген? Ол күнде жазады. Кәдімгідей жазады. Жазған кезде біздің тән қосылады, тән іске қосылады. Мен бағанан бері бірнеше рет қайталап айттым, подсознание живет в теле деп. Біз жазған кезде тән қосылады іске, и жазу техникалары сондықтан да орындалады. Жазу техникалары көбісінде орындалады ғой. Өйткені тән қосылады. И мына қолдың ұшында мелкая моторика деген бар, ол миға бірден тез сигнал жібереді. Одан кейін қолымыз біздің жүрек магниттік әсер, жүректе ғой, 5-ші энергоцентрде магниттік әсер бар. Соған қол жақын. И жазған кезде біздің армандарымыз орындалады. Енді қараңыз, сіз қандай жұмысты қалайсыз, сол жұмысқа уже тұрған сияқты Алла тағалаға алғыс айтып жазасыз. Кәдімгідей, мен осындай жұмысқа тұрғаным үшін өзімді керемет сезінемін, сол үшін Аллаға алғыс. То есть сен жаздың, сезім бар, шүкірлік алғыс сезімі бар, тұрғаның үшін уже қуаныш сезімі жатсын, все, жасына ұмытып кетесің, нәтиже күтіп қажеті жоқ. Нәтиже күтетін болсақ, біз қайтадан дефицит күйге түсеміз. Жалпы ожидание деген состояние, это дефицитное состояние. Сен жаңа ғана менде бәрі бар деп жазып алдың да, соны бүйтіп күтіп қашан болады екен деп отырсаң, сен уже жазған нәрсенің бәрін жоққа шығардың да, потому что сен состояниеңді резко дефицитке ауыстырып жібердің. Дефицитное состояние бар, профицитное состояние. Сен профицитное состояниемен жазып отырсың, и резко дефицитке өзіңді түсіріп тастадың, өйткені ты ждешь результат күтетін адамдар өте ұтылған адамдар бұл өмірде негізі. Мен сөйтіп, я так считаю, я все делаю, бірақ мен результат күтпеймін. Бұрын күтетінмін, реально күтетінмін. Қазір мен күтпеймін. Таңертең айтатын сөздерім бар, түнде айтатын сөздерім, бірақ вообще без ожидания жасаймын. Алла тағала бүгін маған қандай сый дайындап тұрсың деп оянамын түнде, таңертең.
Сосын боженька, где я сегодня тебе нужна деген сияқты сөздерім бар айтатын, бірақ соны айтамын вообще ешқандай без ожидания. Потом бір оқиғалар бүйтіп күшті нәрселер болып жатқан кезде потом барып ойлаймын мен ше, мәссаған деп, шынымен ғой мына жұмыс жасайды. Сөйтіп жазасыз жұмысыңызды, сөйтіп жазасыз, кәдімгідей соны сезіне отырып жазу. Сезіну деген ойлау емес, сезіну деген тәнді сездіру. Мысалы терапияға келген адамдарға не сезіп жатырсыз деп айтамын ғой, ештеңке сезіліп жатқан жоқ дейді да, бірақ тәніне қарасаң аяғын дірілдетіп отырады, қолдарын айқастырып отырады, қайта-қайта есінеп отырады деген сияқты. Оның барлығы тән саған айтып жатыр. У тела есть разум. Мен каждый эфирде айтамын, у тела есть разум. Тәннің есі бар. Сен білмейтін миың мен санаң ұмытып қалған нәрсені мына тән помнит. Мысалы фасци деген нәрсе бар адамда ше, мынау кожа мен еттің ортасында фасци деген кленка сияқты мынандай материалдар бар. И сол фасциялар жиырылады каждый блок болған сайын, реніш болған сайын. И көбінесе әйелдер дейтін тазовый дно деп айтады ғой, бүкселері сол жақта блок өте көп, реніш бәрі сол жаққа жиналады екен да. И қарап отырсаңыз әйелдер аяғын ауырады, уже 50 жастан 40 жастан асқан әйелдер көбісі аяғы ауырады. И походка бүйтіп кетеді, бүйтіп әйелдердің, байқайсыздар ма, бүйтіп жүреді. Потому что фасциялар жиналған, тело все помнит, барлық эмоционалды жұта берген эмоцияның барлығы мынау әйелдің жатыры, әйелдің бүксесі сол жақтарға жиналады. Әйелдер өйтіп теңселіп жүре бастайды. Так, Айнара ханым, қайырлы кеш. Мен медитацияларды алдым. Күніне қай медитациямызды қанша рет жасау керек? Түнде жатарда қосып қойып ұйықтап қалып жатырмын. Сіз қай медитацияларды алдыңыз? Гипноз сеанстарды алдыңыз ба, әлде медитацияларды алдыңыз ба? Так, көп ренжи беремін. Программа, біздің миымыздағы программа, мидың программалануы деген, жалпы сен бір нәрсеге сенесің, сол нәрсеге өмір бойы сеніп өтесің да. Егер өзің жұмыс істемесең, өзгертпесең, сол сенімге сәйкес оқиғаларды өмірге аласың да. И сезімдерді солай программалап тастаймыз, үйреніп қаламыз. И адамдардың бір 5-6 сезімі бар, үнемі сезіп жүретін эмоциялар. Ол шаршау, тревогаға түсу, уайымдау, ренжу. Ал негізі өмірде әр адамға тән 60-тан аса сезім бар. Эйфория, шабыттану, рахаттану, мастану деген сияқты. Ішіп алып мастану емес, кәдімгідей өмірден кайф алып мастану деген сияқты күшті сезімдер бар. Но өкінішке орай біз жаттап алған сезімдерді сеземіз. Неге? Өйткені мына тәнге үйретіп тастадық. Ренжи беруді, нете беруді, шаршай беруді, уайымдай беруді, депрессияға түсе беруді тәнге үйретіп тастадық. Тән ақылды, мида ақылды, бәрін басынан үйрене алады. Біз өлімді ғана өзгерте алмаймыз, басқа нәрсенің бәрін өзгерте аламыз. Ренжи беретін болсаңыз, сіз күн сайын бүгін кімге ренжідім деп фрирайтинг техникасын жазыңыз. Кеше Жексен Васильевич деген өте қымбат бизнесмендердің өте қымбат несі бар ғой, менторыма, в общем, Қазақстандағы өте мықты бизнесмендер сол Жексен Васильевичтен сабақ алады. BI групптың бизнес стратегі ма, сондай бір нәрсесі. Жексен Васильевич парақшасына жазып алсаңыздар болады, орыс тілінде жүргізеді бәрін. Сол айтады да, фрирайтинг ең мощный техника с подсознанием. Ана миллиардерлердің несі оқытатын адам айтып тұр да. Енді бүгін кімге ренжідім? Сосын 5 минутқа будильник қойыңыз да, соны үздіксіз жазып шығыңыз, іштегі реніштеріңіз бәрін қағазға шығарып тастаңыз. Қағазға шығарып тастаңыз, болды, миыңыз босап қалады. Фрирайтинг деп аталады ол техника. Ауырып жүр дейді. Аяғыңыз ауыр ма? Қызметке удачно тұру үшін қандай техника? Айттым ғой жаңағы. Жазу. Мен бір рет бауырына басып сүйіп көрген жоқ, мен жылы сөз естімегенмін. Енді сіз қазір ересексіз, кішкентай ішіңіздегі кішкентай қызды тауып соған ересек халіңізден беріңіз, ала алмаған. Біз дефициттің орнын толтырамыз. Дефицитпен вообще өмір деген мүмкіндік қой. И сен кішкентай кезіңде алынмаған дефицит, біз кішкентай кезімізде уязвимый боламыз, иә. Біз андай дәрменсізбіз ғой. Біз зависим, от мамы зависим, от папы зависим. Біз олардан тәуелдіміз, оларға тәуелдіміз, иә. И бізде сол кезде алынмаған нәрсе, өмір бойы бос кету, ол өзіңмен жұмыс істемегенсің деген сөз ғой. Ал өмір деген бір рет беріледі, оны өзіңмен жұмыс істемеу деген обидно ғой, былайша айтқан кезде. Сен Құдай саған айтып тұр да, сен ішің бос па, бос сезімдер бар ма, бостық бар ма, соны толтырып алатын мүмкіндіктер беріп тұр да. И сол мүмкіндіктерді пайдаланып, сен сол ересек халіңмен кішкентай баланы емдеп алсаң, болды ғой. Дефициттарың толықты.
Салтанат ханым, сіз ең мейірімді жансыз дейді. Бір-біріне поддержка беріп жатыр менің оқырмандарым, молодцы. Үйлене алмай жүрмін, неден болуы мүмкін? Жасыңыз нешеде? Кім жылап жатыр далада? Үйлене алмай жүрмін, неден болуы мүмкін деген сұрақ өте көп келіпті. Енді бірнеше себебі бар, нақты осы себеп деп айта алмайсың ғой. Әр адамның әртүрлі. Мысалы, ең біріншісі ол сценарий паттерн деген нәрсе бар да. Үйлену туралы, семья туралы сіздің қандай ойларыңыз бар, мен білмеймін. Мүмкін сіз өскен отбасыда ерлі зайыптылардың арасы дұрыс болмаған шығар. Сіз травма деп айтамыз, әсер алып қалған шығарсыз содан. Отбасы ерлі зайыпты болу қауіпті деген. Немесе мамаңыз, папаңыз арасындағы қандай жағдай болғанын мен білмеймін. Немесе көршілер де әсер етеді біздің санамызға. Сіздің санаңызда қандай программа бар үйленуге қатысты. Одан кейін сценарийді қайталау деген бар. Мысалы, кейбір адамдар 35-40 жасқа келіп үйленеді. Оның балалары да солай жаста үйленуі мүмкін да. Мысалы, мен күйеуім 35 жасында үйленген. Күйеуімнің ағасы 32 жасында үйленген. Өздерінің 12 жас кіші, 11 жас кіші қыздарды алған зато. Сол сияқты сізге де бір 10-11 жас кіші бір қыз дайын тұрған шығар. Әртүрлі себеп болуы мүмкін. Немесе үздіксіз іздегенім менің деп күшті бір қыздың жетіліп, дамып, өсіп отқаны бір әдемі қызды дайындап қойған шығар. Сабақты ене сәтімен не болса да. Гипноз сеанстары 20 000 теңгеден. Менде 3 гипноз сеанс сабақ демей қойыншы, практикалық каналдарым бар. Біріншісі денсаулық, екіншісі қарым-қатынас, үшіншісі ақша. Ақшаның ішінде 5-6 гипноз сеанстар бар, медитациялар да бар. Қарым-қатынастың ішінде де солай. Қарым-қатынастың ішінде серігімді жолықтыру деген, үйлену емес, серігімді жолықтыру деген не бар, гипноз сеанс бар. Сіздің миыңызға үйленудің қауіпсіз екендігін, семья болудың қауіпсіз екендігін түсіндіреді. Соны алып тыңдап көріңіз, мүмкін үйленерсіз. Айнара ханым, жалпы жұмыста коллектив сені жақтырмай тұрса, сен оларға ұнауға тырысуға міндетті ма? Сол жағдайда не істеу керек? Сосын самооценка көтеру туралы айтыңызшы. Жалпы айнала менің айнам деген сөз бар ғой, тізесі шыққан сөз бар. Сіз өзіңізге қандай қарым-қатынас жасасаңыз, сіздің айналаңыздағы адамдар тура сондай қарым-қатынас жасайды деген тұжырым бар. Енді қараңыз, сіз өзіңізге қалай самооценка туралы сұрақ қойғаннан кейін сіздің өзіңізге сеніміңіз, өзіңізді бағалауыңыз, өзіңізге құнды деп есептеуіңіз, сол жағынан кішкене проблема бар шығар. Енді самооценканың негізі балалық шақта қаланады ғой. Сен бірдеңе істесең ғана сен жақсысың, сенің құндылығың белгілі бір нәрселермен ғана өлшенеді деген сеніммен өскен болсаңыз, онда сіз қазір сол жағыңыз бос болып тұр. Яғни мен құндымын деген іштегі мынандай бір не дейікші, не десек болады, бір іштегі бір жол бос болып тұр. Сол жолды әдемі қылып толтырып алу керек. Қалай толтырамыз? Сезіммен толтырамыз, өзімізге береміз, өзімізге забота береміз. Айнала маған, мен өзіме қандай қарым-қатынас жасасам, айнала тура сондай қарым-қатынас жасайды маған. Тез сөйлесіп жүрді, ақырын можно дейді. Мен адамдардың уақытын алып жатырмын. Мен аз уақытта көп информация беруім керек деген бір сенімім бар ішімде. Сторисқа да анау нәрсені жаза бергім келмейді. Менің 1 минуттық сторисімді адамдар өмірінің 1 минутын арнап көрді ғой. Оларға не пайда? Менің машина айдап кетіп бара жатқан видеомды көргеннен не пайда деп ойлаймын да. Бірақ та не пайда? Мен қорқынышымды жеңіп әйтеуір рөлге отырып кеттім ғой. Айтпақшы 2 рет соқтым машинаны. Соққан жоқпын, тар жерде парковка жасап отырып бүйтіп сүйісіп қала беремін да басқа машиналармен көрші тұрған. Білімін бізге беруге асығыс білсін деп. Так, мына жаққа қарайын. Тиктоктағы жұртым босанғаныма 3 ай сәл суық болса ауырып қалып жатыр, неден болуы мүмкін? Енді босанғаннан кейін сіз представьте, босанған кезде сүйектеріңіз бәрі орнынан қозғалды. Айтады ғой, босанған әйел жазды күні колготка киіп сөйтіп жылы ұстайды, сорпа ішкізеді. Өйткені сүйектердің бәрінің арасы ашық. Сіздің неңізге, өзіңізге келуге минимум 1 жыл керек, 40 күн емес, 1 жыл керек. 40 күн кәдімгі үйден шықпай күтінесіз. Оның психологиялық себептері жоқ оның. Шілде теріңізді шығарыңыз. Қазір сондай процедуралар бар. Арнайы үйге маман келеді да, сіздің шілде теріңізді шығарып береді. Мен сондай маманды шақыртқанмын үйге. Не деп айтатын еді оны?
босанғаннан кейін құндақтау деп айтады, кәдімгідей құндақтайды сізді ше. Гипноз сеансы 20 мың теңге, ішінде бір емес бірнеше гипноз сеанс бар. Бір гипнозды 30 күн тыңдау керек, жатарда тыңдау керек. Біз жатқан кезде, гипнозды тыңдап жатқан кезде сіз уже ертесіне результат көресіз, басқаша оянасыз. Өзі гипноз айтады, сіз бір ай демалыста болып келген сияқты оянасың деп ше. Тез сөйлесем кешірім сұраймын. Владимир айттым ба? Геннадий Иванов гипнотерапевт па? Геннадий Иванов. Қалай емдейміз? Нені қалай емдейміз? Даже олар сізді жақтырмау болуы мүмкін, сіздің ойыңыз шығар. Негізі біреуді постоянно ойлап жүре алмайды. Мысалы, сіздер қазір эфирде мені қарап отырып, мені тыңдап отырсыз да, сіз эфир өшіп қалса, сіз басқа нәрсе ойлап кетесіз. Айнара деп ойлап отырмайсыз. Сол сияқты сіздің коллегаларыңыз сізді аздан кешке дейін ойлап отырмайды. Әркімнің бала шағасы бар, әркімнің өзінің жұмысы бар, ақшасы бар, той томалағы бар, өздерінің ауру сырқауы бар деген сияқты. Ешкім сізді ойлап отырмайды. Вообще, мидың ең үлкен ловушкасы жұрт мен туралы не ойлайды деген сөз ғой. Мен ойлаймын, біздің ұлттық неміз қандай? Жұрттан ұят деп той жасау, жұрттан ұят, жұрт күлмесін деп, жаңағыдай белгілі бір әрекеттер жасау деген сияқты. Ол жұртқа негізі бәрібір, жұрт сен туралы ойламайды, айтады, содан кейін ұмытып кетеді. Ең жаман, нашар ловушка мидың, жұрт мен туралы не ойлайды. Всем пофиг. Жұмыстастарыңызға тоже солай. Гипнотерапия 20 мың. Так, неге? Эфирге плюс батырмасын қойыңыздаршы, сіздерге гипнотерапия, жаңағыдай медитация туралы ақпарат барады автомат түрде. Семіріп кеткенді қабылдай алмай жүрмей істеуге болады. Семірудің, артық салмақ қосудың бірнеше себебі бар. Психология жағына айтатын болсам, кішкентай кез, опять кішкентай кезге бара беремін, сен психология айтқаннан кейін. Сіз кішкентай кезіңізде жоқ, мына нәрседен бастайыншы. Артық салмақ бронх желеді. Қауіпсіздікті, жаңағыдай, қауіпсіз өзіне не жасап алу. Қауіпсіз жакетін киіп алу дейінші, түсінікті айту үшін. Не нәрседен сіз қауіптенесіз, өзіңізден сұраңыз. Не нәрседен қауіптеніп, мен осы майларды өзіме защита қылып киіп алып жүрмін. Екінші себеп, кішкентай кезде үйде бірнеше бала болады, немесе мама жұмыс бастығы болады. Сол кезде мама маған назар аударшы деп адамдар артық салмақ жинай бастайды. И ол өскен кезде тағы әсерін беріп тұрады. Балалық шақтағы программалар ешқайда кеткен жоқ қой. И сіз өскен кезде де солай болады. Негізі көп жағдайда үйдің екінші қыздары, әсіресе екінші балалар артық салмақ жинайды. Мысалы, мен үйдің екінші қызымын. Мен артық салмағым болған. Студент кезімде артық салмағым болған. Кәдімгі менің бетім, бір бетім, екі бет болған. Қазіргі екі бетім, сол кездегі бір бетім болған. Енді мен өзім мынандай, қазақтар беті жалпақ қой. Менің бетімнің жалпақтығын айта алмаймын сол кездегі ше. Менің сіңілім де, әпкем де, екеуі де апарықта. Мен қатты семірдім, но семіруіме себептер болды ол кезде. Байқасаңыздар, отбасының екінші қыздары, көбінесе екінші балалары семіреді. Неге? Өткені внимание қалайды. Плюс деген батырма қойыңыздар, жекеге ақпарат келеді. Депрессия туралы ертең күшті не шығарамын? Карусель пост шығарамын, дайындалып жатыр қазір. Біріншісі жаңағы жакет дедім, защитный. Сіз қауіпсіздікте ұстайтын сізді бейсанаңыз білмейді. Бейсана бәрін тікелей түсінеді. Миға қиял, дәл қазір болып жатыр деген сияқты жоқ қой. Сол сияқты защита, майдан защитаң, ол тәнді защитада ұстап тұрса, ол бейсана оны ұқпайды, оны артық салмақ екендігін. Бейсана оны защита деп қабылдайды. Все. Сен жүресің артық салмақтан арылғың келіп. Бірінші себебі сол. Екінші себебі жаңағы, мама мені көрші. Мен дәумін ғой, мені көрмей тұрсың ба, мені көрші, маған назар берші, внимание берші, маған қауіпсіздік берші деген, жаңа бала кезден қалып кеткен программа. Одан кейін тәуелділік деген нәрсе бар. Тамаққа тәуелділік. Адамдар темекіге, араққа тәуелді болған сияқты, тамаққа да тәуелді болады. Неге тамаққа тәуелді болады деген кезде, бізде Зигмунд Фрейд бойынша адамның эмоционалды даму кезеңдері бар. Ең бірінші даму кезеңі оральная фаза. Оральный де ауызбен, біз бүкіл әлемді ауызбен таныдық, біз негізі маманы емдік, қарнымызды тойдырдық. Одан кейін бәрін аузымызға салып, 1,5 жасқа дейін бүкіл нәрсені аузымызға салып, кішкентай балалар бәрін аузына салады ғой. Сөйтіп әлемді таныды оларшы. Біз бәріміз сөйттік. Бүкіл адамға тән құбылыс. Триггер сериалы.
И осы кезеңде фиксация болып қалады. Егер дұрыс мәмі емілмесе, дұрыс осы кезеңнен дұрыс өтпесе, адамдарда ауызбен алатын ләззаттың кез келген түрін тәуелділік болады. Ол темекіге тәуелділік, ол араққа тәуелділік, ауызбен тағы не бар? Тамаққа тәуелділік. Отырып алып деп несін, стрессін басу үшін тамақты опырып жейтін адамдар осы тәуелділік. Ол бір себебі. Артық салмақтың түрлі себептері бар. Былайынан әкелсең болады, былайынан әкелсең болады. Сізде нақты осы себеп деп айта алмайсың да. Сондықтан да өзің себебіңді анықтап алуың керек. Оған психолог көмектеседі. Бірақ та бір шешім бар. Менде гипноз сеанс бар. Артық салмақтан арылу деген. Эриксоновский гипноз кәдімгідей жүйе бойынша жасалған адамның бейсанасына әсер ететін, шынымен де әсер ететін гипноз сеанс. Тәуелділік ол, тамақты жей беру ол тәуелділік. Ішіндегі стрессті тамақпен басу. Ләззат бұл өмірде мидың ең басты функциясы ләззат алу ғой. Бұл өмірде вообще ешқандай ләззат қалмағанда тамақтан басқа. Сол ләззатты ала беру. А ләззат деген просто далаға шығып, қазір Алматы жылдағынан салыстырғанда көккенбек болып тұр осы жазда ше. Тал көп, қалың ағаштың барлығы. Соған барып қарасаң, ләззат алуға болады, табиғаттың сұлулығын. Ол ләззат алынбайды, көрінмейді даже адамдардың көзіне. Өйткені жаңағындай іштегі түрлі негативті программалар, энергияның басқа жаққа сливание болуы деген сияқты. Кірсін. Біздің Хантөренің күніне ең көп қоятын сұрағы, рұқсаты, үйге досым кірсін. Артық салмақ, в общем, солай гипноз сеанс тыңдап көріңіз. Егер бәрін көрсеңіз, ішетін диета, тағы не бар, укол, бәрін, пептид деген бәрін көрсеңіз, енді ең безопасный жолын көріңіз. Ол гипноз сеанс. 20 000 теңге. Не жалко же? Қызметке тұру техниканы айттым ғой. Жазасыз дедім ғой. Араласқың келмейтін подругалардан қалай құтылуға болады? Игнор жасап алған. Не үшін араласқыңыз келмейді? Адамдар, қазір мен сол нәрсені көп естіп жатырмын ше. Бұрында бір нетпейтін чаттар қазір үнсіз, байқайсыздар ма? Достар чаты, класстастар чаттардың барлығы үнсіз. Қазір адамдар оянып жатыр. Сіз оянып жатқан шығарсыз, подругаларыңыз араласқыңыз келмей жатса, жеке қалғысы келеді деген сияқты. Көпшілікті қаламайды. Интроверт болып кеткен. Квантовый скачок қалай жасаса болады? Квантовый скачок ой, сезім екеуінің бірігу арқылы жасалынады. Квантовый скачок бір күнде жасалынбайды. Сол мифтер бір нету керек еді, бұзу керек еді ше. Мына квантовое сознание деген мынандай кітап бар да. Мына кітап 14 000 теңге тұрады, жұқа кітап. Квантовое сознание, потому что ішіндегі ақпарат өте құнды. И осы жерде сен квантовый скачок жасайды. Квантовый скачок жасау деп айтпайды, ол сөз вообще қолданылмайды. Квантовый санаға айналу. Квантовый санаға айналу шаг за шагом дейді. И барлығы через дыхание. Я наблюдаю, уже айттым ғой, суперпозиция. Наблюдаю за моим умом, мыслями, чувствами, эмоциями, ощущениями, ассоциациями. Я есть нечто большее, чем мой ум. То есть осыны мұжып айтып келді, шаг сайын осыны жасатады ше. Диссоциация, наблюдение. Жалпы менің медитациям жасап жүрген адамдар біледі, наблюдение тоже бар ғой жақта. Яғни жайттың да жерге жинайсың, өткізесің, яғни өзіңе жоғарыдан қарайсың деп ше, наблюдать ету. Гипноз сеанс хочу дейді. Жұлдыз сумка WhatsAppқа неге Инстаграмға кіріңізде, менің дайректімде плюс батырмасын қалдырыңыз. Мен адам ше гайд жасап қойдым ғой, менің пысық оқырмандарым алды кванттық санаға айналу деген. Менің телеграм каналымда бар, жоқ болса қайттан салып қоям. Кванттық санаға айналу деген гайдымда. Телеграм каналымда қалай берсем екен сіздер. Қазір сториске салым телеграм каналымда осы эфир біткеннен кейін. Пока плюс деп жаза беріңіздер. И квантовый санаға айналу. Кванттық санаға айналу бірте жүзеге асады. Сразу емес. Ол өзіңді кәдімгідей сен осы уақытқа дейін белгілі бір нәрселерге сеніп жүрдің да, оның барлығын сүйек бітіп қалды ғой, адамның сүйегі бітіп кетеді деген бар. Ол сүйекті қайтадан салу үшін, қайтадан майыстырып, қайтадан сындырып, қайтадан салады ғой. Егер қисық біткен сүйек болса ше, бүйтіп мысалы сүйек былай біту керек, былай қисық бітті ма, оны түзеу үшін бүйтіп қырт етіп орнына қоя салмайды. Сынықшылар біледі, оны бүйтіп қайтадан сындырып орнына әкелетінін біледі. Баяғыда бір сынықшы апай болып еді, сүйегім дұрыс бітпеді, давай шытынатып жіберіп қайтадан салып жіберейін деп. Шок боламын сол кезде. Сол сияқты біздің санамызды да қайтадан
жаңағыдай жаңа санаға, таза санаға айналдыру үшін сен шытынауың керек, біраз көнуің керек оған. Мысалы Джо Диспензаның ретритіне барғандардан көбісінде откат деген нәрсе болады ғой, қиналу болады, ештеңкеге желание болмай қалып, вообще дүние аударылып төңкеріліп түсіп кеткендей, кері айналып кеткендей болады да. Терапияға барып жүрген кезде вообще черно-белый болып кетеді өмір. Неге? Жаңағы өткені қайтадан жинауың керек өзіңді, почти басынан бастауың керек деген сияқты. Неге екенін білмеймін, анам мені көрсе жыны ұстайды. Сағынып үйіне барсам кішкентайымды алып бүкіл негативін төгіп қабағын шытып қызыма айқайлап келмеш деп шығарып салады. Сосын үйге келсем қара зіл басып келем. Мүмкін сіз анаңыздың өміріндегі ең көп жаңағыдай ауырлық, эмоциялық соққы берген адамға ұқсайтын шығарсыз. Бейсаналы түрде кейбір аналар кейбір балаларын ұнатпайды. Ол бар өмірде. Кейбір балаларына жыны келіп тұрады. Неге? Өйткені ол оның түрі, оның қылықтары, қайнапасын, енесін бір кезде оған күн бермеген бәлкім да, соны еске түсіріп тұру мүмкін да. И бейсаналы түрде ана баладан ол соны көреді, сол адамның образын көреді да. И ол защитный механизм, психики деп айтып жатырмын, өзін қорғау үшін сондай атакаға шығып агрессиясын көрсетуі мүмкін. Бұл өмірде ештеңке просто так болмайды. Карл Юнгтың резонанс деген заңдылығы бар да. Резонанс заңдылығы барлық өмірдегі ситуациялар, барлық сенің адресіңе келіп кететін сөздер, сезімдер, атака болсын, қолдау, қолпаштау, елдің сүюі, немесе керісінше хейт, барлығы сенің рұқсатыңмен, сенің заказыңмен өмірге келіп жатыр дейді. Просто так ештеңке келіп жатқан жоқ. И осыны ойлану керек да. Почему деп. Мен енді терапияға барған кезде біз тікелей маманың өзімен жұмыс жасамаймыз, маманың мидағы образымен жұмыс жасаймыз. Маманың мидағы образын бәлкім сізге дұрыстау керек шығар. Бір себеп осындай болу керек. Міне соған ұқсас мына жерде дополняющий сұрақ келіп жатыр екен. Айнара ханым, тұңғыш қызымның қылықтарын ұнатпаймын, өзімді көргендей болам, не істесем болады? Сіз өзіңізді қабылдамаған шығарсыз. Өзіңізді қабылдамағаннан кейін өзіңіздің бір айтады ғой, көлеңкелі жақтар деп ше, теневой жақтарыңызды көзіңізге көрсетіп тұрған қызыңыз болғаннан кейін сіз сол қабылдамай тұрған нәрселерді көріп ашуыңыз келіп қызыңызға сондай сезім сезінуіңіз мүмкін. Мына плюс деген нәрсе бар емес па? Тиктокта жұмыс істемейді ау, инстаграмда жұмыс істейді. Негізі тиктоктағы қыздар, мен кәсіби психологпын, уже неше 5-6 жыл болды, осы тақырыпта ғана посттар жазам, инстаграмға кіріп қарасаңыздар болады. Курс өткізем 2022 жылдан бері. Ең алғашқы курсым сезім туралы болған, сезім жаңғырт 22 жылы болды. 4 жыл болыпты, сонда қазір 26 жыл, 4 жыл үздіксіз сана, тән, бейсанадағы травмалар туралы үздіксіз курстар өткізіп келе жатырмын. Мынандай кітаптарды оқып, олардан гайдтар жасап тегін берем, тегін медитациялар берем. ютубымда тегін медитациялар тұр. Айнара Байжан деп іздесеңіздер барлығы бар. Мен кеше ғана бұл салаға келе қалып, кеше ғана бастаған адам емеспін. Біраз тәжірибе жинақтадым. Тез сөйлеуімнің себебі сол. Қош келдіңіздер менің парақшама. Сіздерді көргеніме қуаныштымын. Қайырлы кеш, Айнара ханым, миомадан қалай құтылса болады? Самый начинающий. Дәрігерге барып құтылатын шығарсыз. Енді денсаулыққа келген кезде ойнамау керек қой. Миома, значит, дәрігерлік вмешательствоны қажет етеді. Ал екінші, рухани жақпен өзімді емдеп алам дейтін болсаңыз, миома егер төсіңізге деген сияқты, миома төс немесе жыныстық жақтарға шығады ғой, по-женски болса, значит, сіздің ішіңізде эмоция, басылған эмоция бар. Ол ер адамға бағытталған эмоция болуы мүмкін. Сезім, жалпы отношение деген, қарым-қатынас деген, сен кіммен қарым-қатынасқа түссең, сол адамға сезімнің қарымын қайтару ғой. Отношение – это относить чувства по адресу. Енді біз көп сезімдеріміз күйеуімізге шығады, көп сезімімізді біздің туындауына себепкер болатын біздің жақын адамдарымыз ғой. Сол күйеуге туындаған сезімдерді сіз күйеуіңізге айта аласыз ба? Айта алмасаңыз, бәрін ішінде сақтайтын болсаңыз, ол бір күні тәніңіз тесіп шығады. Миома, басқа деген сияқты. Поэтому жаңағыдай
сезім өте святой, оны шығарып отыру керек, айтып отыру керек, жететін жеріне мекен жайына апарып отыру керек. Күйеуіңіз квенчик па дейді. Күйеуім квенчик. Квенчик, жаңағыдай режиссер, не жүгіріп жатыр өзі, хоккейші, жан-жақты ән айтады деп мақтанып қояйын. Қалайсыз, Айнара ханым? Жақсымын. Сіз психологияға қайдан келдіңіз дейді. Журналистикадан бармын. Менің үлкенім қыз тура енем дейді. Енеңізді көргендей боласыз ба? Сізден консультация алуға бола ма? Иә, болады. Менде әр понедельник және четверг консультация күні, ертең менде консультация күні, азынан кішкене консультация. Ең жағымның талатын күні понедельник пен четверг қой мен. Ютубта медитацияңызды тыңдаймын дейді. Айнара ханым курстар, медитациялар өте күшті, мұжып отырмайды, қысқа нұсқа тез миыңызға қонады. Мен өзім өте көп курс алып көрген адам ретінде курста әр сөйлеміме ақпарат салуға тырысам. Алыстан әкелмеймін, ұзақ мұжбаймын да. Мен әйелмін, өте сұлу екенсіз дейді. Рахмет, очень приятно. Сұлулықты да медитациямен жасап алуға болады деп сенесіздер ма? 20 мың, 15 мың, 10 мың сондай ғой менің курстарым. Қыздар бар, аналар барынша қолдап бауырыңызға басыңызды ашып. Мен өмірде анам болса да ешқашан мейірімін көрмедім, тек бар атак. Енді анаңыз сізге мейірім бере алмауына оның травмалары себеп. Ол да анасына мейірім алған жоқ. Мысалы ресурс, ол ресурс, махаббат деген ресурс өзінде жоқ адамдар оны бере алмайды, қанша тырысса да. Махаббат деген ресурс жоқ адамдар балаларына махаббат деген ресурс. Ол огромный ресурс. Ол балаға магазиннен чипсы әпергеннен де артық. Ол мен вообще салыстырамайды даже. Тағы не бар? Өте балаға өте үлкен өмірлік ресурс қой махаббат деген. Ананың махаббаты ол құшақтасып жанасу емес, балаға жақсы сөздер айту емес. Махаббатты сездіре алу, қауіпсіздікті сездіре алу, қолдай алу. Қазіргі кезде сатылымда қандай курстарым бар? Әртүрлі курс. Гипноз сеанстары мен нелер ғана бар ғой? Медитациялар. Басқа курс жоқ. Айтпақшылар жақсы жаңалық. Менің қазір платформа жасалынып жатыр да. Скоро платформада менің бүкіл курстарым шығады. Сол платформаны мен сіздерге көрсетемін. Сіздер кіресіздер, и сол менің курстарымды сатып ақша табасыздар. Осы уақытқа дейін енді болды менің ситуациямда, менің курстарым, менің рұқсатымсыз сатып табыс тапқан адамдар. Андай-мындай жаңағыдай досудебный претензия, анау деген сияқты нәрселерге қош дедім да. Ол нәрсеге күшім жоқ менің, шынымды айтайын. Триггер көп екен, қайсысын қараймыз? Неде? Кинопоискта бірінші сериясынан бастап қараңыз, бірінші сезон. Өзі 4 сезон еще фильмі бар. Енді масқара психотерапиялық фильм. Жаңа немді айтайын, платформа. Кім осы жерде эксперттер бар ма? Мен деңізші, эксперттер, курс тататын эксперттер болса. В общем, мынандай маркетплейс. Біз Каспиге кіріп тауар алатын сияқты. Сол маркетплейсқа кіріп курс аламыз, медитация аламыз, гипноз сеанстар аламыз деген сияқты ше. Сондай нені дайындап жатыр платформаны. И сол платформаның ішінде сіз қолданушы болып тіркелесіз, сіз менің бір курс, мысалы формула деген курсты сатып, соның 15%-ін өзіме алам десеңіз, сіздің реферальная ссылкаңыз болады. Сол реферальная ссылка арқылы сіз бір Instagram Threads'те сатып, әр курстан 15% не аласыз, табыс аласыз. Мысалы сіз курстарыңыз жоқ, бірақ курс сатып табыс тапқым келеді деген желаниеңіз болса, онда осы платформа сіз үшін. Менің бүкіл курстарым сол жаққа салынады енді. Телеграм, қазақтар вообще телеграмға кірмейді ғой. Бізде қазақтар телеграмға кірмейді, орыстар активно телеграммен пользоваться етеді ғой. Біздер онша көп кірмейміз, сол үшін нелер курстардың телеграмда емес, арнайы приложение да болғаны дұрыс па деп ойлап қалдым. Сондықтан да алдағы уақытта осындай платформа арқылы сіздер курстар кез келген эксперттің қандай, енді эксперттер тартамыз деп жатыр ғой ол кісілер. Мен емес оны істеп жатқан, өте мықты IT мамандар. Сіздер курстарыңыз болса, сол жаққа курстарыңызды салсаңыздар болады.
мен жасайыншы хочу дейді. Вот менің парақшамда сторисімді аңдып жүріңіздер. 16 август менің туған күнім. Сол туған күніме сондай бір немен бәріне пайдалы бір іштегім келеді ғой. Біз мысалы мен туған күн биыл жасағым келіп тұрған жоқ, қой сойып соны таратқым келіп тұр деген сияқты ше, етін сондай. Сосын жаңағыдай адамдарға табыстабатын мүмкіндік беру керек деп ойлап, сол реферальный ссылка, просто бір кликпен ештеңке создавать етпейсіздер, ештеңке жасамайсыздар, видео жүктемейсіздер, просто сол реферальный ссылка болады. Сол реферальный ссылкамен нетіңіздер. Ненің атын айтайын? Триггер ма? Мен жасағым келеді. Мен сатуға мастермін дейтін қыздар болса, осы курстарды сатып сіздер 15% сразу түседі, сразу сол күні түседі. Мүше өзі ба дейді. Жоқ, 35-ке тоғым. 35-темін. 91 жылғы қыздар 35-ке келіп жатыр. Мен 91 жылғы қыздар, мен әлі 21 жаста сияқты. Львицамын. Арыстанмын. Арыстандай айбаттымын деп қоясың. Оқыңыз рас енді. Біз телеграмға кіреміз. Нені оқиын? Сериал «Триггер». Мен вообще сериал көрмеймін ғой. Сол «Триггерді» көрдім. 4-ші сезон әлі көріп жатырмын. Фильм демекші, мотивациялық фильмдер, қазақ тілінде мотивация, рухыңды көтеретін, өмірге құштарлығыңды арттыратын, ертеңіңе сендіретін фильмдер ондай көп емес сияқты. Осы күзде «Қара алтын» деген фильм шығайын деп жатыр кинотеатрларда. Айсәуле Әбілда танитын шығарсыздар, аралдықтар болса таниды. Сол кісі Мұрат Ещан жолдасы екеуі түсірген фильм «Қара алтын». Мұнай туралы, мұнай бір қарапайым адамның мұнай компаниясының басшылығына дейін көтеріліп, сондай керемет мотивация, сондай бір рухты көтеретін ол адамдар. Жалпы Мұрат пен Айсәуле екеуі «Оян қазақ» деген сериал түсірді ғой. Ол кинотеатрлар бәрі, елдің бәрі жылап көрді «Оян қазақты». Сол от создателей «Оян қазақ» «Қара алтын» деген фильм шығады осы күзде. Соған бару керек. Кино демекші. Айта салайын. Кеше Айсәуленің несін көрген, подкастын Жанар Байсемізге берген. Тағы не айтайын, қыздар? В общем, не керек па? Медитация, гипноз сеанс, осы номерге хабарласыңыздар. Көрініп тұр, 988-89. Ешқандай 100 мың, 200 мыңдық продукт жоқ менде. Бәрі сол 20 мың, 10 мыңның айналасы. Өзі редко жасаймын ондай қымбат өнімдерді. Всегда өзімді кінәлап шығамын, неге екен? Сіз білесіз ба, чувство вины самое разрушающее чувство. Адам өзін кінәлі сезіне беретін адамның өмірі не налаживается. Енді өйтіп қатты айтқым келмейді. Өмірі мындай қиындықтарға тап бола береді, майда шүйді. Мысалы, сенің өмірің, сен өзің жайлы қандай ой ойлайсың, соның жемісі. Егер мен не томын, жұттар пысық, мен не томын десеңіз, солай болады, сондай жағдайлар болады. Опять дұрыс істемедім, мен вообще менікі дұрыс емес деп өзіңізді кінәлай беретін болсаңыз, өзіңізді одан сайын кінәлайтатын ситуациялар өміріңізге келеді. У вас дорого дейді. Что дорого? 15-20 мың дорого ма? Егер дорого десеңіз, YouTube каналында да тегін медитациялар тұр, соларды жасай беріңіз. Гипноз сеанстар тоже бар ол жақта. Мысалы, Майкл Джексонның жалпы психологиялық типіне разбор жасағым келеді. Майкл Джексонды қазір зерттеп жатырмын. Майкл Джексонды біз король поп-музыки деп айтамыз, бірақ өте травмированный бала. Ол эмоциялық даму кезеңдерін айттым ғой. Зигмунд Фрейд бойынша, Зигмунд Фрейд сексуалды даму кезеңдері деп айтады оны. Эмоциялық даму кезеңдері. И Майкл Джексон 9 жасында қалып кеткен бала. Дұрыстаңызшы дейді. Дұрыстайды дейді, номер. Дұрыстаңызшы дейді. Қазір дұрыстайын. Майкл Джексон кәдімгідей 35 жасында үйіне кішкентай балаларды алдырып, кішкентай балалармен ойнаған екен. 980 қалай еді? 89. Оның дауысы, оның телосложениесі 9 жасар бала сияқты оған. Интервьюларын қарасаңыз, оның дауысы өте нәзік, өте жіңішке.
оның телосложениесі өте арық. Ол өзін қабылдай алмайды, мұрнын кесе береді, кішірейте береді, соңында вообще түрі енді бір түрлі болып кетті, и ол 9 жасында қалып кеткен, өспей қалған бала. Құдай оған талантты берді, байлықты берді, бірақ травмаға жұтылып кетті. Оның травмасы сол әкесі. Биби Travel, хорошо. Менің YouTube каналымда тегін нелер бар, медитациялар, тегін сабақташыларды қарай беріңіз. Гипноз сеанстар сізге арналмаған. Майкл Джексон оны жаңағыдай кішкентай балаларға тиіскен деп көрсетті, бірақ та ол жаңа эмоциялық даму кезеңінде фиксация болып қалған 9 жасында, 9 жастан ары қарай өспей қалған. Яғни адамның тәні өседі, адамның жаңағыдай бүкіл несі өседі, бірақ та бейсанасы сол кезеңде қалып қояды. Неге қалып қояды? Өйткені оның әкесі оған бала болуға рұқсат бермейді, ерте есейіп жүрді, ақша тапқызды деген сияқты. Енді қандай да өмірлерінде жағдай болған, оны біз білмейміз. Өте көп ауыр жағдайлар болған, эмоциялық ауыр жағдай. Сөйтеді да ол ересек болған кезде ол өзінің үйінен зоопарк жасайды, жаңағыдай жираф, маймыл деген сияқты нәрселерді үйіне әкеп солармен ойнайды. Үйіне оның вообще досы жоқ, достары кішкентай балалармен кино көреді, попкорн жейді деген сияқты. Сөйтеді Майкл Джексон. Это значит, егер психолог ретінде қарайтын болсаң, адам фиксация 9 жасында фиксация болып қалған. 9 жастағы фиксацияны Зигмунд Фрейд даму кезеңдерінің жыныстық даму кезеңі деп айтады да. Енді 9 жасында адамдар 6 жастан 9 жасқа дейін, қателеспесем, генитальный деп аталады сол кезең. Оральный, анальный деп айтады, генитальный деп айтады. Адам өзінің жыныстық мүшесін тани бастайды, былайша айтқан кезде, и қарсы жыныстағы адамдарға ұнай бастайды. Болады 9, бір 2-3 класс, анау сені жақсы көреді, анау қосу, анау деп көшеге жазып кететін. Сол кезде басталады барлық адамда. И осы кезеңде адамдарда сексуалды даму кезеңі болады да. И осы кезде қалып кеткен адамдар қарым-қатынас құра алмайды өскен кезде. Майкл Джексонда сол байқалады, анық байқалады. Өйткені ол жаңа дауысы, оның денесі, өзін қабылдау, баламен ойнау, баламен бала болу деген сияқты. Бірақ адамдар оны түсінбей, оны айыптаған, педофил деген сияқты сөздерді айтып. Осындай сөздерді айтса, блоктайды деп еді, TikTok, надеюсь, блоктамайды. Окей. Енді өлгеннің артынан жаман сөз айтпайды дейді, бірақ Майкл Джексон тірі деп айтып жатыр. Майкл деген фильмнің 2-ші часті шыққаннан кейін ол тіріліп келеді деген болжамдар бар. Виктория Боняның мамасы Монакода инвалидный коляскада отырған Майкл Джексонды көрген екен деген сыбыс бар деген сияқты. Бірақ Майкл Джексонның мен айтқым келгені, оның үлкен жетістікке жетуінің құпиясын Джафар деген інісі айтты ғой. Ол өзін программалайды, ол аффирмация айтады, ол медитация жасайды. Оның жуынатын бөлмесінде Майкл, сен генийсің, Майкл, сен қолыңнан бәрі келеді, сенің турнең әлемдегі ешкім жасамаған рекордный турне деген сияқты нәрселерді жасады. Майкл Джексон өмірінде бір рет қатты ғашық болған. Анау кім? Элвис бір бәле деген не бар ғой Америкада, әнші, соның қызы. Элвис Перлс ба? Соның қызымен жүрген. Бірақ та суррогатный мамалар туған. Ол өзін қабылдамаған, өзінің жаңағыдай түрін қабылдай алмаған. Өйткені жаңағыдай суррогатный мамаларға ұрық салатын адамдар таңдаған кезде светлый адамдар таңдаған. Көзі көк, шашы сары, оның балалардың бәрі светлый. Майкл өзі қара ғой, қара нәсілден. Элвис Пресли. Соның қызымен махаббат болған, бірақ оның қызы қатты жақсы көрген. Майкл оны жақсы көре алмаған. Просто әкесінің авторитеті үшін жүрген деп айтады енді. Ана 90-шы жыл, 80-шы жылдар жүрген ғой. И Майклдың балалары бар, бірақ та суррогатный мама туады, ондайларға суррогатный мама туады. И суррогатный мамаға ұрық салған Майклдың өзі емес, сондай адамдар, донор деп айтады, донорларға андай светлый адамдарды салдырған екен. Енді бұл да өзін қабылдай алмау ғой.
өзін қабылдай алмаған, түрінің өзін қайта өзгерте беру, түрін қабылдай алмау, оның барлығы 9 жасында адам өзін таниды. 9 жас, 6 жастан 9 жасқа дейін өзінің жынысын, өзінің несін таниды адам сол жаста. Сол жаста ол застрял. Мен даже өзімнің ретриттерімде осы сексуалды даму кезеңдерінен өту деген не жасаймын, терапия жасаймын, яғни жаңа айттым, оральная фиксация, анальная фиксация, барлық адам сол кезеңдерден 100% сау өткен адам жоқ шығар бұл өмірде, әртүрлі жағдай болады ғой. Сол кезеңдерден өту деген терапияны жасау керек бәрімізге, потому что енді біз білмейміз қандай болған. Жалпы травма деген нәрсе внутриутробныйдан басталады, адам ананың ішінде жатқан кезде басталады. Оны қаза берсең, ол бітпейді да, шеті көрінбейді. Бірақ та осындай практикалармен біз жаңағыдай коррекциялай аламыз өзіміздің ішкі күйімізді, өзіміздің миымызды. Травма деген ол әке мен шешенің сені жақсы көру, жақсы көрмеуі, ұрмау емес, сенің миыңның өзгеріске ұшырауы. Сенің миың Құдайдан келген кезде идеальный еді. 86 миллиард нейроны бар, сап-сау ми еді. Ол ми өзгеріске ұшырады. Қалай өзгеріске ұшырады? Ол жаңағыдай әртүрлі эмоциялық соққы алған, травма деп айтамыз ғой, эмоциялық соққы алған ситуациялардан кейін. Мысал үшін, алдында бір кісінің, ойбай, жылап жатыр ғой, бір кісінің ішегі жабысып қалады да, ішегі жабысып қалады. Қалай еді сол? В общем, ішегі жабысып, ішегі ауырып, қатты арықтап, анорексия болып, быт-шыт болады денсаулығы. Сол кісі гипнозға барады. Андай терең гипноз, Москваға барады. Сөйткен кезде, жаңағыдай трансқа түсірген кезде, ол 4 па 5 па жасында несінің папасының інісі көп тамақ жеп алып, арақ ішіп, сөйтіп жаңағыдай құсқаны көзінің алдында, қатты құсқан ғой, жаңағы кішкентай қыздың алдында қатты құсқан. Содан сол жерде айтқан екен да, бір үлкен кісілер айтқан, ол жаңағы тамаққа тойып алып арақ ішті, тамаққа тойып алып арақ ішті деп, содан құсып жатыр деп. Соғандай көзінің алдында сондай бірақ оқиға болғанда, ол кісі 40-тан аса осындай арақ ішпейді, бірақ та несі арақтан қатты қорқады, тамақтан да қорқама, көп жемейді, тамақ жей алмай қалды. Тамақ жемегеннен аппетит жоқ болған, ішегі жабысады, ішегі жабысып, расстройство болып, сонымен денсаулығымен проблем болған кезде жаңағы ситуацияны есіне түсіреді ғой. Миында қалып кеткен ситуация. Миында қалып кеткен бірақ ситуация, содан алған әсері бүкіл тәнімен алып тұрған, подсознаниесіне жазып қалған да табаны ситуация. Ол белгілі бір жасқа келгенде ана травма шығып тұр да, оны ішегін жабыстырып тастап тұр. Сол кезде анықталған ғой. Японияға барған, ішегін ашу үшін, бір-бірін жабысқан ішекті нету үшін Японияға барған, неше түрлі нәрсе істеген. Сөйтіп, жаңағы кісі гипноз сеанстан кейін енді медицина бар, мына жақтан гипноз бар, сол ситуацияны есіне түсіргеннен кейін кәдімгідей жазылған екен ішегі. Біз ойлаймыз ғой, мимен жұмыс істеу деген қалай ол деп ше. Мимен жұмыс істеу, бұл просто сен мойындасаң, сенің өміріңде болған қандай да бір жағдайың бар екенін есіңе түсіре алсаң, уже жартылай проработкадан өттің деген сөз ғой. Мен ештеңке есімде жоқ дейді. Ештеңке есіңде жоқ, өткен сен психикаң ол оқиғалар ауыр болғаннан кейін ұмыттырып жіберді. Менің інім қойдың сойып жатқанын көріп, ет жемейтін болып кеткен. Отвращение прям к мясу у него дейді. Мен прям батареям отырып жатыр.